Қайырлы күн достар, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуіңізді сұраймын. Құранның жиналуының қысқаша тарихы. Қасиетті Құран Мұхаммед пайғамбарға 23 жыл бойы үзік болып түсірілген. Бұл оның бірден түсірілген басқа қасиетті кітаптардан айырмашылығы болып табылады. Пайғамбарға аят түскен сайын ол қасындағы хатшы сахабаларға оларды оқитын болған. Олардың саны 40-қа дейін жетіп, тіпті пайғамбарлықтың ең ауыр кезеңінде де олар пайғамбардың қасында жүріп Құранды жазуды тоқтатпаған. Меккедегі Құранды ең бірінші болып жаза бастаған адам Абдуллах ибн Сағд ибн Сарх болған. Ал Мединеде ең бірінші жаза бастаған адам Убай ибн Қағб болған. Құранды хатқа түсірушілердің ішінде Әбу Бәкір, Омар ибн Әл-Хаттаб, Осман ибн Аффан, Әли ибн Әбу Талиб, Әз-Зубайр ибн Әл-Ауам, Халид ибн Сағид ибн Әл-Ас және тағы да басқа болған. Құран түсіп жатқан заманда оны құрма ағашының жапырақтарына, тастарға, теріге және тағы да басқа материалдарға жазатын болған. Бұл жазбалар аяттардың түсуіне байланысты жасалатын болған. Сүрелер мен аяттар аралас түсетін болғасын, Мұхаммед пайғамбар сахабаларына қай аятты қай сүреге жазу керек екендігі туралы айтатын болған. Ибн Аббас Осман ибн Аффаннан жеткізген хадисте айтылған: бірнеше сүре бірден түсіп, Аллахтың елшісіне уахи келгенде, ол өзіне хатшыларының бірін шақырып айтатын еді: бұны мынандай да мынандай зат туралы айтылатын сүреге орналастырыңдар. Жазуға түсірумен қатар Құранды сақтауда оны жаттап алған адамдар үлкен рөл атқарды. Құранды жатқа білетін, оны оқитын адамдарға уәде етілген сауап турасында көптеген аяттар мен хадистер келеді. Аллах айтады, Әл-Анкабут сүресі 49 аят. Бірақ ол білім берілгендердің жүректеріндегі анық аяттар және тек қана қылмыскерлер ғана біздің аяттарды жоққа шығарады. Сонымен Мұхаммед пайғамбар жыл сайын Құранды Жәбірейіл періштеге оқып тексеретін болған. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Жәбірейілдің осы үшін жыл сайын 1 рет, ал пайғамбар қайтыс болатын жылы 2 рет келіп тексерген айтылған. Фатимадан келген хадисте Мұхаммед пайғамбардың сол жылы Құранды 2 рет тексерілгенін айтып, өмірінің соңы жеткенін сезгені туралы айтылған. Мұхаммед пайғамбардың тірі кезінде Құранның жазбалары бір қалыпқа бекітілмегенмен, сахабалар сүрелерді өздері хатқа түсіріп, арнайы тізімдер жасайтын болған. Бұндай тізімдер Абдуллах ибн Масхудта, Убай ибн Қабта, Зайд ибн Сәбитта және тағы да басқа сахабаларда болған. Абдуллах ибн Амр ибн Әл-Астан келген хадисте айтылған: Құранды 4 адамнан алыңдар. Абдуллах ибн Масхудтан, Салимнан, Муаз ибн Джабалдан және Убай ибн Қабтан. Бұл аталған есімдермен қатар Құранды жатқа білген және оның сақтаушысы болған адамдардың қатарына Әбу Бәкірді, Омар ибн Әл-Хаттабты, Осман ибн Аффанды, Әбу Муса Әл-Ашхариді, Сағд ибн Әбу Уаққасты, Хузайфа ибн Әл-Яманды, Әбу Хурайраны, Әмір ибн Әл-Асты және де тағы да басқа сахабаларды атайды. Әйелдердің арасынан Құранды Айша, Хафса бинт Омар, Сәләмә және тағы да басқа жатқа білген. Мұхаммед пайғамбардың кезіндегі көптігінің мысалы ретінде Маун құдығының қасындағы шайқасты атауға болады. Бұл шайқаста мүшриктердің қолынан 70-тен аса Құранды толығымен жатқа білетін сахаба қайтыс болған. Әбу Бәкір нұсқасы. Әбу Бәкір әс-Сыдықтың халифалығы кезінде мұсылмандар өзін пайғамбармын деп жариялаған Мүсәйлиманың жақтастарымен Халид ибн Уалидтің басшылығымен өлім бағының қасында шайқасады. Әл-Ямаманның тұрғындарымен болған бұл шайқаста 700-ден астам сахаба мерт болады. Көптеген хафиздердің
өлімін көріп Құранның жоғалуынан қорыққан Омар ибн әл-Хаттаб халифа Әбу Бәкірге Құранды толығымен жазып жинауға ұсыныс айтады. Онымен келіскен Әбу Бәкір Мұхаммед пайғамбардан Құранды жазып жүрген Зәйд ибн Сәбитке осы ұсынысты айтады. Зәйд ибн Сәбиттің айтуы бойынша, оның ұсынысы бойынша Құран жинағаннан гөрі тауды орнынан қозғалту оңайырақ еді. Бұл істе жақсылық бар екеніне келіскен ол құрма ағашының жапырақтарына, тегіс тастарға және адамдардың жүрегіне сақталған Құранды жинай бастайды. Бұл парақтар бірінші Әбу Бәкірде, сосын Омарда, оның өлімінен кейін Хафса бинт Омарда сақтаулы болды. Ибн Абу Дауд Әл-Массахиф кітабында Әли ибн Әбу Талибтің мынадай сөзін келтірген: Құранның нұсқауларын таратқан үшін ең үлкен сауапты Әбу Бәкір алады. Аллах Әбу Бәкірге рахым етсін, ол Аллахтың кітабын жинаған алғашқы адам болды. Құранның Мұхаммед пайғамбардың кезінде-ақ жинала бастағаны туралы Құранның өзінде айтылған. Тазартылған парақтарды оқитын Аллахтың елшісі Әл-Байина сүресі 2 аят Қазы Әл-Бақиллан айтады: Омар пайғамбардың Құранды бір кітапқа жинамауы бұл істің тыйым салынғандығын білдірмейтінін түсінді. Бұл ойдың дұрыстығын түсінген Әбу Бәкір да осыған келіседі. Қасиетті мәтіндерде ақыл-парасат та бұған еш қайшылық келген жоқ. Оған қоса бір кітаптың болмауы уахидің бір бөлігінің жоғалуына алып келуі мүмкін еді. Содан соң олардың ойымен Зәйд және басқа сахабалар келісті. Осман нұсқасы. Мұхаммед пайғамбардың өлімінен кейін сахабалар өздері білген әдіске сәйкес 7 түрлі оқитын болған. Бірақ ислам діні әлемге таралып, мұсылмандардың қол астына көптеген жаңа жерлер енгесін, сол сахабалар дінді қабылдағандарға Құранды өз әдісімен үйретіп, ол оқушы Құранның басқа әдіспен оқылуын естігенде жанжалдар пайда бола бастады. Мысалға, Ирактың мұсылмандары Құранды Абдуллах ибн Масхудтың әдісімен, ал Шамның тұрғындары Убай ибн Қабтың әдісімен оқитын болған. Хижра жыл санағы бойынша 14 немесе 15 жылы халифа Османның әскерлері Арменияны бағындыруға аттанады. Халифаның әмірімен Ирак пен Шам әскерлері бір-бірімен қосылады. Ирак әскерлерінің құрамындағы Әл-Мәдәйннің әскерінің қолбасшысы болған Хузайфа ибн Әл-Яман осы жерде жиналған қолдың арасында Құранды оқу әдісінің кесірінен болған жанжалды куәгері болады. Соғыстан қайтқан соң Хузайфа өз үйіне кірместен халифа Осман ибн Аффанға барып болған жайтты айтады. Мен Арменияның шекарасында шайқастым. Шам өлкесінің тұрғындары Құранды Убай ибн Қаб оқыған сияқты оқиды да, Ирақтың тұрғындары естімеген заттарды айтады. Ал Ирақтың тұрғындары Құранды Абдуллах ибн Масхуд оқыған сияқты оқиды да, Шамның тұрғындары естімеген заттарды айтады. Сосын олар бір-бірін күпірлікте айыптайды. Жанжалдардан қорыққан халифа Осман Зәйд ибн Сәбитке, Абдуллах ибн Әз-Зубайрға, Сағид ибн Әл-Асха, Абдуллах ибн Әл-Харис ибн Хишамға, Хафса бинт Омарда сақталған Әбу Бәкір кезінде жиналған Құран нұсқасын көшіріп таратуға әмір етеді. Ол парақтарды көшіріп болғаннан кейін Осман түп нұсқаны Хафсаға қайтарып, жиналған Құранды түрлі аудандарға жіберіп, оған сәйкес емес Құран нұсқаларын өртеп жіберуге бұйырады. Османның бұл шешімі тек атақты да сыйлы сахабалармен болған келісімнен кейін іске асты. Әли ибн Әбу Талиб айтқан: Осман туралы тек жақсылық айтыңдар. Аллахпен ант етемін, ол Құран парақтарымен істеген ісін тек бізбен ақылдасқаннан кейін ғана іске асырды. Ол бізге айтты: бұл оқылу туралы не айтасыңдар? Маған сендердің кейбіреулерің өзінің оқуы басқа оқылулардан артық деп айтатыны туралы қауесет жетті. Бұл сөздер күпірлік болуға жақын. Біз айттық, сен не ұсынасың? Ол айтты: мен адамдарға өзгешелік пен қарама-қайшылықтар болмауы үшін бір нұсқасын қабылдауын ұсынам. Біз айттық: сенің ұсынысың қандай жақсы.
Ақыр соңында Зәйд ибн Сәбиттің және басқа да сахабалардың атқарған үлкен еңбегінен кейін Құран бір қалыпқа келіп, оның жалғыз оқу әдісі болып Құрайыштардың диалекті танылады. Осман жинаған Құран нұсқаларының саны жөнінде әртүрлі пікірлер бар. Олардың саны 4, 5 немесе 7 болған деген пікірлер бар. Ибн Әбу Дауд Әбу Хатим әс-Сиджистанидің мынадай сөзін жеткізген: Құранның Мекке, Шам, Йемен, Бахрейн, Басра, Куфа үшін жасалған және Медине қаласында қалған 7 нұсқасы жазылды. Ал осы нұсқалардың басқа Құранның нұсқалары өртелуге немесе өшірілуге бұйырылды. Әли ибн Әбу Талиб айтқан: Османның Құранның нұсқауларын жағу шешімі туралы жақсылықтан басқа ештеңе айтпаңдар. Әбу Бәкір нұсқасының арғы тарихы. Құранның бір нұсқасы бекітіліп, халифа Осман басқа барлық Құран нұсқаларын жоюға бұйырғанымен, Хафса бинт Омар да Әбу Бәкір кезінде жиналған Құран нұсқасы сақтаулы қалып қойды. Медине қаласының әмірі болып Мәруан ибн әл-Хакам тағайындалғанда, ол Хафсадан сол парақтарды өзіне беруін сұрайды. Бірақ Хафса оған келісімін бермейді. Тек Хафсаның қайтыс болуынан кейін ғана Абдуллах ибн Омар сол нұсқаны Мәруанға беріп, ол өз кезегінде оның жазуын сумен шайып жойды. Мәруан ибн әл-Хакам бұл ісінің себебін былай түсіндірген: менің бұл ісімнің себебі уақыт келе осы нұсқаның себебінен күмәнға түсетін адамдар шыға ма екен деп қорқамын. Құран аяттарының түсу себептері. Аяттардың түсу себептері туралы ғылым Құранның үкімдерінің түсу себептері мен мағынасын түсінуге, оны нақтылау мен түсінбеушіліктерді кетіруге көмектесетін ғылым. Құран аяттарының түсу себептерін білудің маңыздылығы ретінде мына аятты келтіруге болады: шығыс пен батыс Аллахтың иелігінде. Сендер қай жаққа бұрылсаңдар да, онда Аллахтың жүзі болады. Аллах қамтушы, білуші. Әл-Бахара сүресі 115 аят. Бұл аят тікелей қабылданатын болса, намазды құбылаға қарамастан кез келген жаққа бұрылып оқи беруге болады деп түсінуге болады. Бірақ бұл аяттың түсу себебін қарағанда, оның жолда оқылатын нәпіл намаздар туралы ғана айтылғаны белгілі болады. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.